Сәлеметсің бе оқушым? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабақта сын есім туралы алдыңғы сыныпта алған білімдерімізді пысықтайтын боламыз. Ендеше оқулыққа назар аудар. 62-ші беттегі 49-ші жаттығуды орындап көрейік. Мәтінді оқып, авторы туралы әңгімелеп бер. Сын есімдерді тауып, дара немесе күрделі екендігін анықта. Менің бабам Имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзенті екен. Оны жұрт Момыш деп атап кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Ендеше тапсырмаларды орындап көр. Дескрипторға назар аудар. Енді оқушым, өзіңді тексеріп көр. Суретте көріп тұрғаныңдай, мәтіннің авторы кім екен? Әрине, Бауыржан Момышұлы. Кеңес одағының батыры, жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы. Ал енді сын есімдерге келетін болсақ, дара сын есімдер шымыр, сары, ажарлы. Күрделі сын есімдер орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, ақ дидарлы. Сенің де жауабың дәл осылай деп ойлаймын. Ендеше жарайсың оқушым, керемет, өте жақсы. Енді оқушым, келесі тапсырмаға назар аударайық. Ойлан тап. 63-ші беттегі 51-ші жаттығуды орындап көрейік. Заттарды берілген белгілері бойынша тауып көр. Сопақ, қызыл, ащы не? Жыртқыш, қу не? Ашық, жылы, суық не? Сұр, қорқақ не? Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар. Енді оқушым, өзіңді тексеріп көр. Әрине, бұрыш, сопақ, қызыл, ащы болады. Түлкі, жыртқыш, қу аң. Ауа райы ашық, жылы, суық бола алады. Ал қоян, сұр, қорқақ. Сенің жауабың дәл осылай деп ойлаймын. Ендеше оқушым, өте жақсы, тапқыр екенсің. Енді оқушым, мына бір семантикалық картаны толтырып, сөз таптарын тауып көрші. Енді өзіңді тексеріп көр. Барлығы дұрыс па? Дәл осылай орындадың ба? Ендеше жарайсың, сен суперсің. Сонымен, бүгінгі сабақ ұнады ма? Өзіңді бүгінгі сабақта қалай сезіндің? Өз сезіміңді мұғаліміңмен бөліс. Енді үйге тапсырма 52-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Бүгінгі сабаққа қатысқаныңа өте ризамын. Жарайсың, сау бол.